Құрметті достар, 10 тамызда Абай күні мерекесі өтеді. Осы орайда халқымыздың бірегей тұлғасы Абай мұрасын құрметтеп насихаттау барысында талантты жергілікті ақынымыздың Абай атамызға арналған өлеңін оқимыз. Бөкен Қазбек Маратұлы. Асыл Абай. Ұлжан туған дана Абайды, тамсандырған өзі талайды. Қазақ халқы осы асылын өлең жырдың пірі санайды. Оятам деп армандап бұрын, мұңмен жалғыз алысқан ұлың. Үйретпек бұл басқа елдерден өз халқына өнер мен білім. Әкесі оның қажы Құнанбай, ділмар болған сөзі Құрандай. Ғылым таппай мақтанба деген, ұрпағына болды ұрандай. Аудармашы, сазгер Абайым, асылға сені балайын. Ұрпаққа берген мұраңды көңілге түйіп алайын. Ескіліктің бұзып қамалын, оқытудың білдік амалын, орындайық міндетті түрде ұстаздарым өмір талабын.